Дәл қазір біз көне Тарас этномәдени кешенінің алдындамыз. Мына жақта студент дизайнерлерге арналған республикалық байқау өтіп жатыр. Сонымен іс-шарада қандай қызықтар болады, қалай өтеді, бірге көрейік. Міне біз сахна сыртындамыз. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай қызу дайындық болып жатыр. Дизайнерлер мен модельдер дайындалып жатыр. Дәл қазір мен де қасында тұрған қыздардан сұрап көрейін. Қыздар, дизайнерлеріңіз кімдер? Өзіміз. Өздеріңіз бе дизайнер? Жалпы осындай киім тігу идея қайдан келді? Ежелгі Құдақкөт бешелерден алған шабытым деп айтсам болады. Өзіңіз қазақша киімді жиі киіп жүресіз бе? Жиі дегенде көп емес, бірақ көбінесе киген ұнайды. Жаңа көрдік сіздердікі өзгелерге қарағанда енді ерекше. Сол жайлы айтсаңыз. Біз осы тақырып, осы конкурс болады дегенде уже біздің көз алдымызға елестеді. Барлық осы этно стилде алып келеді деп. Содан сәл ерекше болсын деп біз авангард стилінде жасаған жағдайымыз бар. Өздеріңіз тігіп шығарған киім жалпы тренд болады деп ойлайсыздар ма? Әрине бізде уже брендовый неміз бар. DIY деген менің атымда, Досанов Ерлан деген уже брендовый киіміміз, магазиніміз бар. Мұнда келген көрермендердің қарасы қалың, соның басым көпшілігі жастар. Ендеше жастардың сұрап көрейік, жалпы қалай болып жатыр бүгінгі шара? Бүгінгі шара күшті, керемет, киімдері өте керемет, есте қаралықтай. Жалпы бұл киімдерді күнделікті кие алады мен өзім. Негізі күнге кию дегенге келмейтін шығар, но бұлай есте қаралықтай киюге болады. Жігіттер, қалайсыңдар? Жақсы өзіңіз. Өздерің келдіңдер ма бүгінгі іс-шараға? Әрине, осы Қазақ Ақштағы күнделікті қалай өмірге байланыстыруға болады, көру үшін келдік. Енді бір қызық, өздерінде байқап отқан шығарсыңдар, басым көпшілігі қыздар, жігіттерді енді саусақпен санарлық. Сендерде сонда болашақта дизайнер болғыларың келе ма? Иә, арман бар. Осымен іс-шара тамам. Сән қойылымына келген көрермендер болсын, республиканың түпкір-түпкірінен келген студент дизайнерлер, модельдер барлығы ұйымдастырушыларға тіптен алғысын білдіріп, жоғары деңгейде өтіп жатқандығын жеткізді. Сондықтан да заманауи нақыштағы киімдерімізбен қоса ұлттық құндылықтарымыз жандана берсін.